Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математикадан 3-ші нұсқаның 3-ші бөлімін талдайық. Бұл бізде 28-ші септен басталады, иә? 28-ші септен басталады. Bitеді, өрнектің мәні жататын аралықтарды тап. Бірінші өрнектің мәнін табу керек. Өрнекті кәдімгідей есептейміз балалар, иә? Өрнекті кәдімгідей есептейміз, ол үшін не істейміз? Былай істейік, иә? Бірінші жай бөлшекке айналдырайық, соның ішінде бұрыс бөлшекке айналдырайық, иә? 2,8 бөлеміз. Жақшаның ішінде 5-тен 1 қосылған 10-2 ары қарай орындаймыз. Мына жерде 2-ге қысқарады, 10-8 дегеніміз 2,5-тен 4 болады. Бөлеміз. Жақшаның ішінде мынау тоже 2-ге қысқарады, 5-тен 1 қосылған тоже 5-тен 1 да тең. Мына тұрған дұрыс бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда 5-тен 2-10, 14 болады. Бөлінген. Ана екеуінің қосындысы 5-тен 2 болады. 5-тен 2 болады. Енді бөлшекті бөлшекке бөлгенде бірінші бөлшек қалпында, екінші бөлшек орнына ауысып түседі. 5 114, 5 қайтып үстіне шығады, астында 2 болады. Сонда бұдан 7 деген жауап шығады, 7 деген сан қандай-қандайдың арасында бар? 7 бар бізде. 7 бар бізде 6 мен 8-дің арасында бар 7 да. Одан кейін 5 пен 8-дің арасында бар 7. Одан кейін 7 бар 0 мен 12-дің арасында. Сондықтан осындай 3 жауап болады. А, С, Ф деген, иә? Енді келесі есепті көрейік. Келесі есеп 28-ші есеп, иә? Екінші мүшесі 6-ға тең, мүшелерінің қосындысы мүшелерінің квадраттарының қосындысының 8-ден 1 бөлігіне тең болатын шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның 3-ші мүшесін анықтаңыз дейді. Бірінші бізде айтады, екінші мүшесі 6-ға тең. Екінші мүше дегеніміз бізде немелі болады? Ол бізде болады геометриялық прогрессия болғанда екінші мүше, ол бірінші мүшені оны еселігіне жаңағы көбейткенге тең болады, иә? Енді бізде бүйтіп айтып тұр. Енді кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы деген ол мынаған тең болады ғой. S тең болады, үстінде бірінші мүше, бөлесің астында 1 минус Q деген еселік болады. Сонда бізде бірінші мүшенің қосындысы деген бір штрих деп қояйық, ол бізде болады B1 астында 1 минус Q болады, да? Ал енді екі квадраттарының қосындысы дегенде ол былай болады, міне. Бірінші мүшесі, енді ол былай болып тұр. Бірінші мүшесі, мысалы, B1, екінші мүшесі B1 Q, үшінші мүшесі B1 жаңаға Q-дің квадраты осылай болатын болса, ары қарай бүйтіп кете береді ғой. Сонда мынаның екінші квадрат дегеніміз B1-дің квадраты болады. Мына жерде B1-дің квадраты көбейтілген Q-дің квадраты болады. Мына жерде B1-дің квадраты Q квадраттың квадраты болады, иә?
мына жерде енді мынаны квадраттаймыз ғой, сонда q квадраттың квадраты болады бүйткен. Вот осылай қарай. Сонда бұның жаңағы бірінші мүшесі b1 квадрат болады. Ал сосын кейін еселігі q квадрат болады. Q квадрат болады. Сонда бұның қосындысы бізде b1-дің квадраты болады да, астында 1 минус еселік дегенде 1 минус q квадрат болады. Енді бізде есептің берілу бойынша бүйтіп айтып тұр ғой. Мүшелерінің қосындысы дейді, s штрихі қосындысы мүшелердің квадраттарының қосындысының 8-ден 1 бөлігіне тең дейді. 8-ден 1 бөлігіне тең s 2 штрихқа. Енді орындарына қойсақ, біріншісі b1 бөлесің 1 минус q тең болады мына жерде 8-ден 1. Мына жерде b1-дің квадраты астында 1 минус q квадрат болады. Осы жерде мынау былай кетеді. b1 мен b1-дің біреуі кетеді мына жерде. Ал мына жерде b1 минус q квадрат дегенді былай жазуға болады. 1 минус q, сосын кейін 1 плюс q деп жазуға болады ғой бүйтіп. Екі санның квадраттардың айырмасы деп. Сонда мына мен мына екеу кетеді, сонда не қалады? Мына жақта бізде 1 деген сан қалады. Мына жерде 8-ден 1, үстінде b1, астында 1 қосылған q болады. Осыдан енді 8-ді былай қарай шығарсақ, мына жерде 8, мына жерде b1, астында 1 қосылған q болады. Енді осыдан b1-ді табайық. b1-ді тапсақ, b1 тең болады бізде 8 қосылған 8q болады. Енді орнына қойайық. Екеуін орнына қойсақ, бізде мына ұқсаған квадрат теңдеу шығады соңында. b1-дің орнына біз жаңағы нені апарып қоямыз. Через q арқылы қоятын болсақ, бізде мына ұқсаған квадрат теңдеу шығады. 4q квадрат, 4q квадрат қосылған 4q азайтылған 3 тең 0 деген. Осыдан q-дан 2q шығады, біреуі 2-ден 1 болады. q тең 2-ден 1 болады. 2-ден 1 болады. Сосын енді бізге бүйтіп айтып тұрған. Шектеусіз геометриялық прогрессияның 3-ші мүшесін тап дейді. 3-ші мүшесін тап дейді. q 2-ден 1 болатын болса, бізде b1 нешеге тең болады? b1 тең болады, бұлай қоймай. b1 бізде тең болады 12-ге тең болады. Орнына қоямыз ғой, просто 12-ге тең болады. Сонда енді b3-ті тапсақ, ол бізде b1 көбейтілген q квадрат қой. b1 12 болады, оны q-дің квадрат дегеніміз 4-тен 1 болады. Сонда бұдан 3 деген, b3 дегеніміз 3 деген сан шығады екен. Сонда жауабы b болады. 28-дің жауабы b болады да. Так, келесі 29. Вот 29-ші есепте былай дейді. Төмендегілер ішінде әліппа сүйір бұрыш үшін мәні оң болатын өрнектер дейді. Мәні оң болатын өрнектер дейді. Вот мәні оң болатын өрнектер. Мұнда синус, косинус, тангенс, котангенстер беріліп тұр ғой. Бірінші синус. Егер синус болатын болса, ол бірінші ширекпен екінші ширекте плюс болады. 3 пен 4-те минус болады. Ал косинус дегеніміз ол бірінші ширектікте плюс 2-де минус, 3-те минус, 4-те плюс болады. Бұл косинус. Ал тангенс пен котангенс болғанда ол екеуінің айырмасы ғой. Тангенс бірінші ширектікте пен
минусты минусқа бөлсең плюс шығады. Вот 1 мен 3-те плюс, 2 мен 4-те минус болады. Енді осыларды есептеп көрейік, да? Вот біріншісін көрейік. Косинус 5π бөлінген 6 қосылған 2 альфа деген. Бұл бізде немене болады дегенде, бұл мынандайға міне 5π бөлінген 6 дегеніміз, бұл бізде болады бөлейікші, 5π-ді 6-ға бөлейік, е? 180-ді 150 градус қой. Мынау сонда 150 косинус 150 қосылған 2 альфа. О 150 дегеніміз косинус үшін ол екінші ширектіктің аяғы 180, значит ол минус болады косинус. Значит ол минус болады, да? Бұл жатпайды. Екіншісін жазайық. Минус синус альфа қосылған пи бөлінген 2. Мынау 90 қосылған альфа. Синус 90 градуста бірінші ширектікте ол плюс болады. Альфаны қосса минус болады. Плюс болады. Екінші ширектік өтеді ғой. Бірақ мынаның алдында минус тұрғандықтан бұл жаңаға не болады? Бұл да минус болады. Енді үшіншісіне келейік. Синус пи бөлінген 2 қосылған альфа. Синус пи бөлінген 2 90, оған ол бірінші ширектік, оған альфаны қоссаң 2-ке шығады. Синус екінші ширектікте плюс болады. Значит, бұл 10 болады, плюс болады. Значит, бұл бізге 10 болатынмен дегенді. С бізде қанағаттандырады екен, иә? С қанағаттандырады. Келесі бізде не болады? Не біреу тангенс деген келейік. Иә, даны көрейік. Минус тангенс 3π плюс альфа. 3π дегеніміз қайсы ол? Тангенс. От 1π дегенді айналып отырып мұнда келеді. Міне. Мен 0, 1π, 2π, 3π. Сонда екінші ширектік бітеді. Оған альфаның қосса үшінші ширектік өтеді. Плюс болады. Бірақ тангенстің алдындағы минуспен ол минус болады, я? Ол, значит, минус болады. Енді котангенс 3π бөлінген 2. Котангенс 3π бөлінген 2. Азайтылған альфа. Котангенс 3π бөлінген 2 дегеніміз 270 градус. 270 дегеніміз үшінші ширектік бітіп тұрады. Одан альфаны азайтсаң бәрібір үшінші ширектікте болады. Сондықтан бұл котангенс бізде плюс болады. То есть плюс 10 таңбалы болады, я? Значит, бұл бізді қанағаттандырады. Котангенс Е. Так, теперь косинус минус косинус пи бөлінген 2 азайтылған альфа тең. Мынау косинус бірінші ширектікте плюс, альфаны азайтсаң ол плюс болады, бірақ алдындағы минуспен минус болып кетеді. Так, алдындағы минуспен минус болып кетеді. Енді соңғы косинус 3π бөлінген 2 қосылған 2 альфа. 3π бөлінген 2 дегеніміз ол нешеу? 270, үшінші ширектік бітіп тұрады. Оған 2 альфаны қоссақ 4-ші ширектікке кетеді. Косинус 4-ші ширектікте ол плюс болады. Значит, бұл бізді қанағаттандырады, я? То есть, сонда жауап С, Е и G болады екен, я? С, Е, G. Бұл 29. С, Е, G.
Келесі 30-да. Otuzuncu есеп. Так, төмендегі сандардың ішінен y тең синус x функциясының мәндер облысына тиісті сандарды анықтаңыз дейді. Мәндерінің облысына тиісті сандарды анықтаңыз деген осындай бір есеп бар екен, иә. Қазір көреміз оны, иә. Жазып жатыр ма, көрейік. Жазып жатсыңдар ма? Көне. Жазып жатыр. Значит, поехали дальше, да. Бұны көретін болсақ, синус, косинустың мәні минус 1 мен плюс 1-дің арасы болады ғой. Иә, білесіңдер балалар. Иә, бұл синус минус 1 мен синус x дегенің плюс 1-дің арасы болады. Енді мен жерде бүйтіп отыр ғой, функцияның мәндер облысының дейді. Функцияның мәндер облысы. То есть y-тің алатын деген сия, y-тің алатын мәндері осы минус 1 мен плюс 1-дің арасында болу керек. Бізде сонда минус 1 мен плюс 1-ден кіші қандай сандар бар дегенде. Минус 1 мен плюс 1-ден кіші қандай сандар бар. Бізде бұл жүріп келген 0 деген сан балуға болады. Е, d болады. Одан кейін 2 үлкейіп кетеді. Бірден f деген түбірасында 6-6-ға бөлсең, ол естественно бірден кіші сан шығады. Да? Одан кейінгіміз бізде міне минус түбірасында 10-19-ға бөлсең, ол бірден кіші сан шығады. То есть минус 1-ден үлкен, плюс 1-ден кіші сан шығады. Сонда осы 3 жауап болады екен, иә. Басқалардың бәрі 1-ден үлкен көрініп тұрғандықтан. Минус 1-ден үлкен, мысалы, мына 5-ден 2-ден үлкен сан шығады. Оны 2-ге бөлсең, минус 1,1 шығады. Ол жаңағы минус 1-ден үлкен сан. Значит, ол жатпайды. Мынадардың бәрі жатпайды. Бұл 199 болсаң, тоже 1-ден үлкен сан, ол жатпайды, иә. Ну, в общем, түсінікті, да? Вот минус 1 мен плюс 1-дің араларындағы мәндерінің жиыны жатады дегенсіз, иә. Так, келесі 31-ші. Бірінші есеп. Кішіретіп қояқ, иә. Бір суреттегі көрсеткіштік функцияның теңдеуін тау керек. Суреттегі көрсеткіштік функцияның теңдеуін тау керек. Так, бірінші ол x0, оны жерде мына нүкте белгілі, иә, балалар. Мына жерде бір 2 нүктені тауып алсақ, жеткілікті сол бізге анализ жасауға. Вот бірінші бізде мына нүкте бізде белгілі. Бұл x 0-ге тең болғанда, y 0-ге тең болады екен, иә. Екіншісі, яғни көрініп тұрған қандай неміне бар? Яғни көрініп тұрған міне бір нүкте бар, міне. X 2-ге тең болғанда, y 3-ге тең болып тұр ғой. X 2-ге тең болғанда, бұл нүктеде y 3-ге тең болып тұр, иә. Енді осыны қанағаттандыратын мына мәндердің ішінде жиынтығын табамыз. Бұл енді қарап қойып көрсеңдер, балалар, барлығы көрініп тұрады, иә. Бұл жерде жаңағы d жатады екен, міне. d-ны қойғанда, мысалы, x-ің орнына 0-ді қойсаң, 2-ның 0 дәрежесі 1, 1-ден 1-ді алсаң 0 шығады, бірінші шарт орындалады. Одан кейін x-ің орнына 2-ні қойсаң, 2-ның квадраты 4, 4-ден 1-ді алсаң 3 шығады. Значит, d жатады. Енді дәл осыған ұқсас, d біреуі неміне болады? Біреуі
G болады. G. Y-ті былай шығартсаң, 2-ның x дәрежесі минус 1 жаңа алдыңғымен бірдей өрнек қой. Басқалардың бәріне қойып шықсаңдар, о дұрыс болмайды, өздерін қарап көріңдер енді. Мысалы, F-ке қойайық. Но давайте 3-тің 0 дәрежесі 1, 1-ге 1-ді қоссаң 2, ол сәйкес келмеді, уже ясный дело, да? Так, келесі 32-ші. Так. Суреттегі мәліметтерді пайдаланып, СК, АК, КБ кесінділердің ұзындықтарын тап дейді. Мына жерде А деген нүкте бар, иә? Мына жерде А деген нүкте бар. Так, мынау міне тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына тоже биіктік түсірілген, мына жерде екі бұрыш 90 градус деп тұр ғой. Енді осыларда тауы керек бір кесінділерді. Мына 1 катет 6-ға тең, 1 катет 8-ге тең, иә? Біз осыдан нені тауға? АБ-ны тауға болады, иә? АБ неменеге тең болады? Сыртқы үшбұрыштың, үлкен үшбұрыштың гипотенузасы А1, ол турасында СА мен СБ-ның квадраты ғой. СА-мыз нешеге тең? СА 6-ға тең, 6-ның квадраты. СБ 8-ге тең, 8-дің квадраты. Бұның қосындысы 100 болады, одан 10 деген түбір шығады. Сонда АБ 10-ға тең екен, иә? Енді міне біреу екі үшбұрышты алсақ, АКС дейді. Үшбұрыш АКС ол ұқсас үшбұрыш қандай? АСБ-ға, үлкен үшбұрышқа АСБ-ға ұқсас. Неге одар ұқсас? Өйткені қарасаң балалар, А бұрыш екеуіне де ортақ мына бұрыш, иә? Ал екеуінің енді бір бұрыштар 90 градус. Остается келесі бұрыштарды тең. Егер үш бұрыштың үш бұрыштары өзара тең болса, олар ұқсас болады. Ұқсас үш бұрыштардың сәйкес қабырғаларының қатынастары тең болады. Сонда қандай сәйкес қабырға? А-сының А-бға қатынасы СК-ның С-бға қатынасына тең болады. Осының орнына қойсақ 6 бөлінген 10 тең болады СК бөлесің 8-ге. Осыдан СК шығады, 4,8 шығады екен. СК 4,8 шығады. 4,8 деген бар ма бізде? Бар ғой. 4,8 F да. Келесі қайсын тауға болады? Келесі АК-ны табайық. АК дегеніміз АК ол А-сының квадратынан СК-ның квадратын азайтасың. Ол мына АСК деген кішкентай тікбұрышты үшбұрыштан ғой. Енді орындарына қояйық, иә? Асы немереге тең бізде? Асы бар ма бізде? Асы 6-ға тең ғой. Асы 6-ға тең. 6-ның квадраты. СК 4,8-дің квадраты. Осыдан айырмасынан квадрат түбір табатын болсаң, бұлан бізде
шығады 3,6 сантиметр шығады. 3,6. Оғайда 3,6 деген бар ма? Бар. А бар, е. 3,6 деген А бар. Енді мен тау керек. С-қан таптық. А-қан таптық. Енді К-бын тау керек. К-б дегеніміз К-б ол А-быдан А-қан азайту керек. А-б азайтылған А-к. А-б бізде 10-ға тең. А-к 3,6-ға тең. Бұдан тең болады 6,4 шығады. 6,4 значит ол Е болады. Вот осындай 3 жауабы бар екен, е? Бұл 32 болды ма? Так, келесі 33-ші есеп. Бейті цилиндрдің биіктігі оның радиусынан 3 сантиметрге артық. Ал толық бетінің ауданы 180 пи сантиметр квадрат. Цилиндрдің биіктігі мен радиусын тап деген осындай есеп екен, е? Бұл цилиндр деген не екенін білеміз ғой, е балалар? Цилиндр, вот цилиндр допустим, да? Вот цилиндр, да? Мынау оның жаңағы центрлері, мынау оның биіктігі, H дегенде, мынау оның жаңағы радиус. Мынау цилиндрдің симметриялық өсі деп қояйық, иә? Цилиндрдің биіктігі оның радиусынан 3 сантиметрге артық дейді. H сонда оның радиусынан ерге 3-ті қосқанға тең екен. Ал толық бетінің ауданы дейді. S толық бетінің ауданы 180 пи. 180 пиге тең. Ал S толық бетінің ауданы немереге тең болады дегенде. S толық бетінің ауданы ол тең болады. S бүйір бетінің ауданына қосамыз. S табандарының ауданын қосамыз. Я? Бүйір бет дегеніміз мынаны жазып жіберетін болсаң, бүйір беті тік төртбұрыш шығады. Ұзындығы шеңбердің ұзындығына тең немесе ол 2 пи-ге тең, ұзындығы. Ал бір ұзындығы ені H-қа тең болады, бұл оның бүйір бетінің ауданы. Ал табанның ауданы деген табан шеңбер ғой, пи-р квадрат қой. Пи-р квадрат, оны 2 еселесің 2 табаны болғандықтан 2 пи-р квадрат да? Осыған тең. Бұл сонда бізде тең болады жаңағы берілу бойынша 180 пиға тең. Так, пидер кетеді ғой бүйтіп, міне. Сосын кейін үші мына жерде 2-ге қысқарады, екі жағы бірдей. Сонда мына жағы RH қосылған R квадрат тең болады 90. Енді не істейміз? H-тың орнына R қосылған 3-ті қоямыз. Сонда R қосылған 3 қосылған R квадрат тең 90 болады. Бұдан мынандай квадрат теңдеу шығады, оны тура жазып салайық, балалар. Бізде 2R квадрат ұқсастарын біріктіргенде қосылған 3R азайтылған 90 тең 0 болады. Осыдан R табатын болсаң, R 6 сантиметрге тең болады. R 6 сантиметрге тең, H одан 3-ге артық деген сөз 9 сантиметрге тең. Сонда бізде жауабы қайсысы болады? Жауабы GH болады, G болады, IH болады. Келесі 34-ші есеп, да?
Вот келесі 34-ші есеп. Бітеді А нүктесі берілген x 2-ге тең, y 3-ге тең нүктесі арқылы өтетін радиусы 5-ге тең және центрі OX осінде жататын шеңберлердің теңдеуін көрсетіңіз дейді. Вот, ол суретін қалай істеуге болады? Былай істеуге болады, иә? Мына жерде шеңбер бар. Оның центрі OX арқылы өтеді деген сөз, оны былай істеу керек, иә, біткен. Мынау X, сонда оның центрі мына жерде деңіз. Центрі осы жерде. Бұл жердің координаты X және Y деген екі координаты бар. Y 0-ге тең, иә? Сосын кейін бұл шеңбер А деген нүкте арқылы өтеді екен. А деген нүктенің X 2-ге тең, Y 3-ге тең, осындай. Мына жағында давайте жаңағы Y өсі бар деп есептейік, иә? Ол координаттың басы. Вот осындай. Енді былай істеу керек. Шеңбердің теңдеу деген бар, иә? Бұл X минус X-ның квадраты қосылған Y минус Y-ның квадраты тең R квадрат. X, Y деп отырғанымыз ол жаңаға ненің координаттары. Центрдің координаттары. Сонда біріншісінде енді не істеуге болады? От енді X-ның орнына, X, Y-ның орнына 2 мен 3-ті қойуға болады ғой. X-ның орнына 2-ні, Y-ның орнына 3-ті қойсаң, Y-ның орнына 3-ті қоятын болсаң, мынаны теңдеуді былай жазуға болады. 2 минус X-ның квадраты қосылған Y-ның орнына 3-ті қоямыз. Y-сы 0-ге тең. 3-тен 0-ді алсаң 3-тің квадраты болады. Тең R дегеніміз 5-ге тең дейді. Ол 25 болады. Енді осыдан жаңағы квадрат теңдеуді шығарсақ, былай болады екен. X-ның квадраты азайтылған 4X азайтылған 12 тең 0 деп. Осыдан X-ті табамыз. X сонда X 6-ға тең болып қалады, бірінші. Немесе X минус 2-ге тең болып қалады. Минус 2 деген не деген сөз? Ол шеңбер мына жақта орындасуға да болады біткен. Вот бітіп. Мына жерде жаңағы минус 2, мына жағы минус 2, да? Мына жаңа X 6 болдық, мына 6 болды. Соғысық. Екі жағына да орнасуға. Бұл кезде оның теңдеуін қалай жазуға болады? Енді оның орнына жазып берек. Бірінші теңдеу бұлай болады, міне. X минус 6-ның квадраты қосылған Y квадрат тең 25 деген бір теңдеу болып қалады. Екіншісі X қосылған 2-ның квадраты қосылған Y квадрат тең 25 деген осындай екі теңдеу жазуға болады екен біткен. Бұл теңдеудер қай теңдеудер? Бұл теңдеудер бізде получается А және Д болады. А болады және Д болады. Д қайда? А, Б, С, Д болады. Теперь соңғы есебін шығарып көрейік. Иә, шығарайық точно. Бітеді АК кесіндісі АБС-ді тіктөртбұрыш жазықтығына перпендикуляр және АБ 6-ға БС 8-ге егер К нүктесінен А нүктесіне қашықтық 4 см-ге тең болса, К нүктесінен тікбұрыштың қалған төбелеріне дейінгі қашықтықтар тап деген осындай есеп екен.
Вот мына жерде жаңағы нені істейік. Тік бұрышты, тік төрт бұрышты салайық бүйтіп, да. Мынау АБС, АБСD. Сосын кейін К нүктесінен АК кесіндісі вот жазықтығына перпендикуляр дейді. Вот К нүктесі деген мына жерде. Енді осы К нүктесінен мына төбелеріне дейінгі недер тау керек қой просто. Мынаны тау керек біріншісі. Мынаны тау керек. И мынаны тау керек. Но табандағы төрт бұрыштың жаңа диагоналдарының қиылысу нүктесін тауып қояйық, О деген, да. Басқа не керек? Басқа бізге ештеңе керек жоқ қой. Енді осыдан жаңағы КБ немереге тең болады. Мынадардың бәрі 90 градус қой бүйткен. Мынаның бәріне 90 градус өйткені төрт бұрыштың жазықтығына перпендикуляр болғандықтан ол нүктедегі бүткіл сол жазықтыққа жататын түзуге перпендикуляр болады. Сонда біз КБ-ны табайық. КБ тең болады АБ-ның квадраты қосылған АК-ның квадраты. АБ-ның квадраты қосылған АК-ның квадраты. Ол 6-ның квадраты қосылған 4-тің квадраты болады. Тең турасында 52 немесе ол болады. 2 турасында 13 деген. 2 турасында 13 деген ол Д болады, я? Келесі КД немереге тең болады дегенде ол бер жағында тұрған тік бұрышты үшбұрыштан КД АК-ның квадратына қосасың АД-ның квадратын. АК-ның квадраты нешеге тең? 4-тің квадраты, АД дегеніміз 8 десе, 8-дің квадраты. Так, АД мен Б-сы тең ғой, 8-дің квадраты болады, я? Ол турасында 80, немесе ол неше? 16, 5, 16-тан 4 деген шығады, 4 турасында 5 болады. 4 турасында 5 дегеніміз ол H деген жауап болады, я? Енді міне қалды. Енді қалды бізде КС қалды. КС дегенді мына үшбұрыштан іздеу керек. КАС деген үшбұрыш КАС дегеннен іздеу керек. КАС тік бұрышты үшбұрыш, бір катеті АС-ға, бір катеті АК-ға тең, осының КС-сын тау керек. АК бізде белгілі ғой. АК белгілі. АС-ны табамыз. Сонда АС ол табандағы төрт бұрыштың диагоналы ғой. Ол бізде болады. Немене болады? АС бізде болады АБ-ның квадраты қосылған АД-ның квадраты. АБ-ның квадраты қосылған АД-ның квадраты, ол 6-ның квадраты қосылған 8-дің квадраты тең болады. Бұл бізде 100 шығады, 100-ден 10 деген тур шығады. Енді осыдан жаңағы үшбұрыштан КАС-дан КС-ны табу керек. КС ол КА-ның квадратына қосамыз АС-ның квадратын.
Ka degenimiz ol 4 koy. 4'ün kvadratı. A'sı ol 10'un kvadratı. 116 degen san çıkadı ya. Turasında 116. Bu neşeudegim 2. 4029 koy. Köbeytiniz. 2 turasında 29. Ol A degen cevap болады. Bu tosla ekinde. Осымен сабағымызды аяқтайық. Бітті талдауымыз. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.